Ассалаумағалейкум достар. Сізді Жасыл Ақтөбелік каналындасыздар. Бізде кезекті металл көп. Сол кезінде басталды алғашқы табыс. Алғашқы табыс көріп тұрғаныңыздай темір кабаны қазып көріп жатасыздар. Сонымен бізде достар, бұл бізде тұрғаныңыздай осындай лемех болып шықты. Майысқан керемет. Алғашқы сигнал керемет. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал, кезек табыс. Қазып болған соң көрсетеміз. Сонымен достар, бізде сигналдан осындай кішігірім уголочек шықты. Уголок керемет. Сонымен достар, бізде мына жерде жаңа кезекті сигнал. Көріп тұрғаныңыздай. Қазір осы жерді қазып нәтижесін көрсетейін. Достар, жаңа сигнал деп көрдік, бірақ осындай кішігірім алюминий шықты. Дымды етпейді, жарайды. Ал бізде келесі сигналдың дауысы шығады, келесі сигналға барамыз. Бізде достар тағы да сигнал жаңа, қазір көреміз. Қазір қазып нәтижесін көрсетеміз. Жаңа жерден осындай уголочек кішкентай шықты достар. Жарайды. Сонымен достар, міне бізде кезекті сигнал. Қазір көрдіңіздер, міне турба. Турбаның басы шықты. Турба емес, но неғында қарасам генератор ма, бір нәрсе сияқты, редуктор ма. Қазір қазып болғаннан кейін көреміз. Сонымен достар, мен ойлағандай емес екен, ешқандай генератор, редуктор да емес. Бұл насос болып шықты, глубинный насос. Қараңыздар. Салмағы деген енді зілдей енді салмағы. Советский дейді. Тем более 40-50 келдей бар. Қозғалтқаның өзінде шақты қозғалып тұр. Керемет. Ой, долбой бен. Жаңа табыстан осындай міне бізде турба шықты. Мына ямды алыстаған жоқ, жаңа топовый находка. Глубинный насостың қасына. Осылай су кеткен болып тұр сонда. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал, кезек табыс. Көріп тұрғаныңыздай қазір қазып нәтижесін көрсетеді. Сонымен достар, жаңа табыс тазартып, бұл жерге лақтырып жібердім. Осындай кішігірім турба шықты. Керемет. Ал одан кейін бізде көретін болсаңызда, біздің металлоискатель R944-ді күрегіміз уақытша. Және де осындай қарап жүріп айдаладан, енді қоқыстың айналасынан бар, енді қоқыс бұрыннан қалған. Строй мусор, строй қоқысты. Осындай количествода не таптық, осындай көлемде мыс таптық. Мына барлығымыз міне. Енді сіздерге өртеп көрсететін болам. Бірақ та міне мыс қатты камера көрінбеуі мүмкін. Бірақ мынау барлығы майсы. Майсы осындай. Мына қапшықтың іші толған мыс барлығы. Өте керемет бүгінгі шығуымыз, бүгінгі анаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Комментарий жазып, любой комментарий. Көбісі каналды қарағанда видеоларды анаға тіркелмейді екен. Кішігірім өтініш сіздерге анаға тіркеліп лайктаңызды аямасаңыздар, сіздерге риза боламын. Көп рахмет. Достар, мана осындай кішігірім сигналдар шықты, бірақ осындай міне ямаларымыз ұсақ түйек.
шыққаны бұл ұсақ түйектің барлығы. Енді аз-маз болып тұр. Мынау манағы тұлбамыз көрген. Ама ұсақ түйек шықты осы бір где-то 3-4 келі, мүмкін 3-4 келі болып қалады. Тағы жақты ұсақ түйек бар онда. Қазір түсіріп жатамыз кейін. Сонымен достар, жаңа сигналымызды бастадық. Ал сигналда қараңыздар. Не көтеп алғам, не шыққан. Қараңыздар. Осындай рисола шықты. Әдем салмағы 5-6 келі болады. Керемет. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал тағы да. Қазір нәтижесін көрсететін бұл. Сонымен достар, осындай шұңқырдан мынандай кішігірім тобаның не шықты. Ішінде тоба майысқан, енді аз-маз грамм болса да салмақ. Ал достар, осындай кішігірім ямыдан қазып қалып сигнал шығып, осындай кілт шықты. Кілт болғанда бұл енді советский адамдар түсінеді көбінесе. Өйтіп мына айналдырып жібереді УАЗиктің несін аузын. Бай салмақ 6 килограмм болса да әдемі. Сонымен достар, бізде көп жалғасуда. Уже мынандай сигнал таптық. Қазір нәтижесін көріп жатасыздар. Сонымен достар, кейде сигналдардан мынандайда сымдар шығып жатады осындай. Бірақ оңайдың қажет жоқ. Түбі тибір табылады жақсы деймін. Сонымен достар, біз басқа жерге ауыстық. Мынандай бір бұрын ғимарат болған ба. Бірақ та біздің алдымызда өтіп кетіп қазған. Бірақ та мынандай талдың түбінде мынандай жақсы дүнияны ұмытып кетті. Көрмей алып мынандай сетка міне. Қазір бұны енді бір қолмен қиынға түсіпті. Қазір екі қолын жұлып алғаннан кейін істеген нәтижесін көрсететін боламын. Сонымен достар, бұл сетканы біз ала алмадық, өкінішке орай. Точнее, мен ала алмадым, енді жалғыз өзім болғасын. Маған қаттырақ болып тұр, келесі келіп екі адам болып суырып аламыз, немесе болгаркамен кесіп аламыз. Қазірге бұны қалдап кетем, үстін жауып. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал көріп тұрғаныңыздай. Жақсы сигнал сияқты. Ұзындау ма? Шамалы объемный болып тұр енді. Қазір қазған соң нәтижесін көрсетеміз. Осындай шөптің арасында. Я достар, осы жерден мынандай сымның басы шықты. Осындай жерде алып қойған сым болып шықты. Бұл мыс болып шықты толығымен. Мына жерде міне клеммос тұр барлығымен. Керемет. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Сонымен құрметті көрермендер, мына жерде жаңа мыс шыққан жерден осындай мына астынан алып шықтым. Осындай қаңылтыр шықты. Қаңылтырған бір 2 келдей болып қалады. Буып жинайсың қаңылтыр содан. Ол да жаман емес. Сонымен достар, жаңа бір сигналдан осындай литой темір шықты. Осында құйылған қасында кішігірім болтигі бар. Жаман емес, ал біз жалғастырамыз. Сонымен достар, мына кішігірім ямкілерден олай аз-маз мықты мелочь шықты, оны көрсетпей ақ қойын сіздерге. Мына жерде жердің бетінен байқап қалдым, тек топырақтың бетінен байқап қалсам, қарасам осындай әдемі
темір шықты. Бұл енді бір запчасть қой. Трактордың бәрі деген запчасть алмай. Салмақ енді 5 келдей оқ болатын. Литой. Керемет. Сонымен достар, бізде көп жалғасуда. Сонымен бір сигналдан осындай пластина алып шықты. Салмағы 2-3 келі таза бар енді. Керемет. Және де жаңа сигналда түсірген жоқ. Ұсақ түйек шығып жатыр. Соның ішінде мынау енді әдемі бір запчастың несі. Және де алюминий берді жаңа. Салыстырамыз. Мен достар, кезек сигналдан көріп тұрғаныздай міне. Таза алюминий. Бұл шелек ба, бидон ба бір нәрсе болған ғой. Бұға лайк баспасаңыздар білмеймін енді. Лайк баса кетіңіздер. Сонымен достар, бізде кезек сигналдан осындай қалды екен ғой. Жарайды. Жалғастырамыз. Сонымен достар, көріп тұрғаныз кезек сигналдан қарай келе. Мынандай запчасть шықты. Трактор ма немесе дизельный тема. Так, сонымен көбеменде бізде кезек сигналдан көріп тұрғаныздай. Осындай. Енді трактордың запчасты бұл. Немесе дизельный тема ма. Бір нәрсе. Сонымен достар, осылай келе жатып мына жерде мысым жатыр, міне мынандай қаңылды. Және осылай келе жатып жаңа мынандай вал мынау енді қалай атап мынау машинаның несі ғой, запчасть трактордың. Жынды керемет. Сонымен достар, бізде мына эстакада мына жерде келе жатып мынандай ненің үстінде мына трактордың несі цептік келе жатып, екінші находка, көзбен находка. Екіншісі салмаған қандай. Мына қараңыздар, не деген мынау запчасть болған. Дизельдің бәрі деген запчастен таза 10 келі салмақ. Ал көзбен находкамен кетқанда лайыққа тұралық құн. Демірдің бір бөлігі жалпы 210 келі шықты, 15 мыңдай теңге шамасында. Сонымен достар, табысымыз сол болды. Арнаға тіркеліп қолдап қойыңыздар.